Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті бауырлар. Мына 25-ші дәрісті қайтадан түсіріп жатырмыз. Бір бауырымыз енді өтініп қайтадан түсіруімізді. Дұрыс көрінбейді, сапасы нашарлау дегеннен кейін енді қайтадан түсіріп жатырмыз иншалла. 25-ші дәріс, естеріңізде болса, мәт ләзім деген дәріс еді. Мәт ләзім. Бұл енді бір несін оқиық, ережесін. Егер бір сөзде мәт әріпінен кейін, мәт әріпі деген өткенде айтқандай, до деп созылған жерлер, бір сөздің ішінде. Егер бір сөздің ішінде деген сөз, бір сөзде, бір сөзімне, осы бір сөзде мәт әріпінен кейін деген сөзі до деп созылып тұр ғой, до деп созылып тұр, бір сөздің ішінде до деп созылып тұр. Мәт кеп тұр, табиғи мәт, кәдімгі баяғы өткен, бірінші өткен мәт кеп тұр, до деп созылып тұр. Міне осы мәт әріпі деп аталады. Қараңыз, егер бір сөздің ішінде мәт әріпінен кейін, осы до деп созылғаннан кейін деп тұрды. Созу себептерінен ләзім сукун келсе, ләзім сукун, яғни ашық сукун келсе, мәт ләзім болады дейді. Естеріңізде болса, мынау өткен бұдан алдыңғы дәрістерде ең бірінші нәжде осы бетте ең жоғарысына мұттасыл дегенде өткен болатынбыз. Мұттасыл дегенде айттық қой. Бір сөздің ішінде мәт табиғидан кейін хамза келсе деп айттық қой. Бір сөздің ішінде мәт табиғидан кейін хамза келсе. Ал енді сол мәт ләзім бар ғой. Мәт ләзім бұл мынандай да. Бір сөздің ішінде мәт табиғидан кейін хамза емес сукун келсе. Енді шәдда тұр ғой. Шәдда тұрған кезде неге сукун қаяқтан пайда болды десеңіздер, тағы да түсіндіремін. Мына жаққа қараңыздар. Шәдданы ашқан кезде, шәдда екі әріп қой. Шәдда екі әріпті білдіреді. Қараңыз, доллин деген былай болады да, шәдданы ашса. Доллин. Шәдданы ашқан кезде екі ләм болады да негізі. Доллина. Көріңіз, бір ләм ол шәдданы ашса екеу болады. Бір ләм шәдданы ашқан кезде екеу болады. Оның біріншісі сукунды, екіншісі харакатты болады ғой. Бұл екеуін жинап қойған кезде шәдда қойылады бұлайдан. Сондықтан бұл бір-ақ ләм жазылып тұрады. Ал мына шәдданы ашсақ, мынандай екі ләм болады ішінде. Біріншісі сукунды, екіншісі харакатты. Енді осы қараңыздар, бір сөздің ішінде мәт әріпінен кейін деген сөз, до деп созылғаннан кейін ашық ләзім сукун келсе, онда мәт ләзім болады дейді. Мәт ләзім болады деді. Егер бір сөзде мәт әріпінен кейін созу себептерінен ләзім сукун келсе, яғни ләзім сукун деген ашық сукун келсе, мәт ләзім болады. Ашық сукун келсе, мәт ләзім болады дейді. Мәт ләзімнің төрт түрі бар деген, енді қатты шошып кететін нәрсе емес, бұл мәт ләзім төрт түрі бар деген сөз. Бұл жай ғана кәлима мусаққала деген ауыр сөз. Ауыр сөз, яғни екі әріп немесе шәддамен келген сөз ғой. Ауыр сөз деген мағынаны білдіреді. Мусаққала дегенде бір сөздің ішінде мәт әріпінен кейін шәддәл әріп келсе дейді. Бір сөздің ішінде шәддәланып келсе, онда кәлима мусаққала, яғни ауыр сөз болады екен. Кәлима мусаққала деп болады, мысалға. Ал енді бұл бірінші түрі ғой, бірінші түрі. Екінші түрі бар, кәлима мұхаффафа, жеңіл сөз. Бұның ішінде, бір сөздің ішінде мәт табиғидан кейін шәдда келмейді да, просто сукун келеді. Өте оңай негізі. Нәжде қараңыз, тағы неға жазып түсіндірек, хамзаның үстінде фатха тұр. Одан кейін әлиф тұр. Әден кейін, фатхадан кейін әгесі, әден кейін әгесі созылады ғой енді, әдәбі, мәт болады ғой. Одан кейін ләм, мынандай бір сөзде негізі. Шәдда. Әл-әна деген бір сөз ғой, бір сөзде мынау. Енді қараңыз, бір сөздің ішінде фатха, одан кейін әлиф келіп тұр. Фатхадан кейін әлиф келсе, мәт табиғи болады ғой. Деп екі әріпке созылады ғой. Енді ол
созып барып сукунге тоқтап жатырық та біздер мынандай қылып та әл деп мына сукунге тоқтап жатырық. Көрдіңіз бе? Әл деп сукунге созып тоқтап жатырық қой. Демек бір сөздің ішінде бір сөзде мәт әріпінен кейін ашық ләзім сукун келсе, онда мәт ләзім болады. Ал енді сол мәт әріпінен кейін келген сукун шәдданың ішіндегі тұрған сукун болса, кәлима мустаққала болады да. Шәддасыз ашық өзі келген сукун болса, онда мухаффаф болады. Шәдданың ішінде де сукун бар ғой, жаңа түсіндіргеніміздей. Ол сондай өте оңай нәрсе. Түсінікті болды деп ойлаймын. Бұл негізі қатты мынандай түрлерін көп ойланатын нәрсе емес. Бұны былай түсіну керек та. Егер бір сөздің ішінде, мынандай да мына бір сөздің ішінде мәт жағдайынан кейін ашық сукун келсе, онда мәт ләзим болады. Мәт ләзим болады деп түсіну алу керек. Өте оңай. Бір сөздің ішінде мәт табиғидан кейін ашық сукун келсе, мәт ләзим болады. Мысал ретінде мәт табиғи, мәт мұттасыл. Мәт мұттасыл міне, мұттасыл. Бұл бір сөздің ішінде мәт табиғи тұр ғой, лә да сол тұр. Нақта мысалы түсініктірек дәккә деген. Дәккә бір сөз, тұтас бір сөз. Кә деп созылып тұр ғой, мәт табиғи тұр. Одан кейін хамза тұр, көрдіңіз бе? Бір сөздің ішінде мәт табиғидан кейін хамза келсе, онда бұл мәт мұттасыл болады еді. Бірақ мәттен кейін хамза келіп тұр. Ал енді тура солай мәттен кейін хамза емес, сукун келсе, бірақ тура мұттасыл сияқты, бірақ мәттен кейін сукун келсе, хамза емес. Онда мәт ләзім болады. Мәт ләзім болады онда. Түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі бетте мына жақта мәт ләзімнің тағы да екі түрі бар. Осында бір ашықтап түсіндіріп кетейік. Харф мұсаққала үшінші түрі. Бұл да тура солай. Бұл жерде ешқандай өзгеріс жоқ. Мәт табиғидан кейін сукун келсе, бірақ бұл жерде ауыр әріп деген мағынаны білдіреді. Құранда кейбір сүрелер әріптермен басталады. Бұл әріптер хұрф мұқатта деп аталады. Бұл жерде бұлай аталады деген жерді сызықша аласаңыздар, мынандай жақшаға. Бұл маңызды емес сіздерге. Бұл әріптерді дұрыс оқу үшін әріптердің алфавиттегі негізгі атауларын жақсы білу керек. Яғни негізгі атау, мысалы мынандай Бақараның басында былай келеді, әлиф, ләм, мим деген атаулар келеді. Соны алфавитте әлиф деп аталатыны, ләм болса алфавитте ләм деп аталатыны, м әріпі алфавитте мим деп аталады ғой. Сондықтан әлиф, ләм, мим деп оқимыз ғой. Енді бұны ашықтап жазсақ, былай шығады да, мына. Былай жазылады да. Әлиф, ләм, мим деп жазылады ғой. Қараңыз. Енді қараңыз. Ләм деп созылып барып тұр ғой. Ләм деп созылып тұр ғой. Яғни созып барып, жаңағы шәддаға тоқтап отыр ғой. Шәдда тұрған жерде мұсаққала болады ғой, жаңа айтқандай да. Алдыңғы недегі. Көрдіңіз бе? Тура солай ғой. Ол да бір мәттен кейін сукун келсе ғой, мына жерде. Мәт ләзімді жинап айтқан кезде, егер бір сөздің ішінде мәт табиғидан кейін сукун келсе, ашық сукун келсе, онда мәт жаңағы мәт ләзим болады. Мәт ләзим болады. Жаңағыдай әл-ән деген жаңағыдай оқыдық қой, даллин дегендер. Түсінікті болды деп ойлаймын, бауырлар. Осы. Ва ахиру дағуана анил хамдулиллахи раббил аламин.